Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 4-ші сынып қазақ тілі 28-ші сабақ жай сөйлеммен құрмалас сөйлем. 64-ші тапсырма мақал мәтелдерді оқып жатқа жаз. Бірінші еңбек түбі береке, көптің түбі мереке. Екінші жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның тынысы. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Сөйлемдердегі тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндір. Әр тыныс белгісінің өзіндік ерекшелігін айт. Құрмалас сөйлемдердің құрамындағы жай сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына үтір қойылады. Сөйлемде қазақша қойылған себебі бастауыш пен баяндауыш зат есімнен жасалған. Келесі тапсырма мәтінді түсініп оқы. Бір топ бала іске жұмыла кірісіп, коньки тебетін мұз айдын жасап жатты. Олар алаңның қарын күреп тегістейді. Мұз айдын дайын болғаннан кейін балалар конькилерін аяқтарына байлап сырғанақ тебуге кірісті. Одан кейін екі топ құрып хоккей ойнамақшы болды. Құрмалас сөйлемдерді көшіріп жаз, олардың жай сөйлемнен өзгешелігін түсіндір. Әңгімені әрі қарай жалғастыр. Бір топ бала іске жұмыла кірісіп коньки тебетін мұз айдын жасап жатты. Мұз айдын дайын болғаннан кейін балалар конькилерін аяқтарына байлап сырғанақ тебуге кірісті. Одан кейін екі топ құрып хоккей ойнамақшы болды. Құрмалас сөйлем бірнеше аяқталған ойды білдіреді, ал жай сөйлемдер бір ғана ойды білдіреді екен. 66-ші тапсырма берілген сызба бойынша сөйлем құрап жаз, оның жай сөйлем немесе құрмалас сөйлем екенін айт. Күз жаңбырлы болды. Күз бізде бұл бастауыш, болды бізде баяндауыш, жаңбырлы ол бізде анықтауыш болады екен. Дәл солай бұл жай сөйлем. Келесі жел тұрып, жапырақтар түсті. Бұл бізде құрмалас сөйлем болады екен. Келесі қуаныш өнерлі балы, ал айбарша үздік оқушы. Бұл бізде құрмалас сөйлем болады екен. 67-ші тапсырма сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Жақсы адамға жау жоқ, адал достық алтыннан қымбат екен, адамның бағын ашады, спорт адамның әрін ашады. Сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Жалға жазған кезде құрмалас сөйлемнің құрамындағы сөйлемдердің арасына қандай тыныс белгісін қойдың? Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бұл жерде бұл құрмалас сөйлем болады. Біз бұл жерде үтір және нүкте қойдық. Келесі жақсы адамға жау жоқ, бұл бізде жай сөйлем болады. Біз болған нүкте қойдық. Адал достық алтыннан қымбат, нүкте қойдық, жай сөйлем болады. Еңбек адамның бағын ашады, спорт адамның әрін ашады. Яғни бұл жерде біз үтір қойдық арасына және нүкте қойдық, құрмалас сөйлем болады екен. Келесі 68-ші тапсырма сурет бойынша әңгіме құра. Аян мен Айдар саябақта қыдырып жүр. Екеуі демалып тамақтанып алды да қоқыстарын жерге тастай салды. Көше тазалаушы Ақай екеуінің қоқысын жинап, қоқыс жәшігіне салды. Осындай келеңсіз жағдайды көрсең, не істер едің? Осындай келеңсіз жағдайға тап болсаң, балаларға ескерту жасар едім. Суреттегі балалардың әрекетіне өз пікіріңді білдір. Суреттегі балалардың әрекеті орынсыз және кез келген қоғамдық орында, үйде де әр адам тазалықты ұмытпауы керек, яғни тазалықты сақтауы керек. Ал балалар, бүгінге осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға тіл келіп лайк басып қойыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.